Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін өзімнің шаруашылығым жайлы кішігірім ақпарат берсем деймін. Жалпы шаруашылықта көріп тұрғандарыңыздай 4 үйрегім бар, ет және 6 индюгім бар. Ар жақта индюк қарастыр. Қазір ашып көрсетсем, қар. Так, мынаны ашып көрсетейін. Міне көріп тұрғандарыңызда жұмыртқастар. Жұмыртқа туыпты. Так, артымдар ашам қазір. Секіріп шығып кеткісі тұрған шығындар ал. Индюгіміз. Шықсашы бұл. Так, бізде индюк әлі тумаған екен. 2 үйрек туған. Енді 1 үйрекпен бір индюгіміз туады. Олар түстен кейін туып жүр постоянно. Мұнда жатқан міне. Құрметті достар, күрік болып жатыр. 3 өндігім. Так, ең бірінші жатқан гибрид. Оның астында 15 или 17 жұмыртқасы бар. Мына екеуі домашний индюк. Мынаның астында қазын жұмыртқасы бар. 11 қазын жұмыртқасы бар. Так, мынада өзінікі. Так, фокустан алып. Мынаның астында қанша жұмыртқа бар еді? Бұда да 17 ғой деймін. 17, тоже индюктікі. Так, міне осы болды. Уже бұлар 7 или 8 күннің ішінде уже балапандар шығады. Почти 28 күн болып қалды. Осылай міне құрметті достар, осы үшеуі жатыр. Пока что балапандары енді шығады. Жұмыртқаны алайық. Бісміллә. Туғанда біраз оған. Міне құрметті достар. Үйректікі. Үйректің жұмыртқасы. Негізі бұны көп шайқай беруге болмайды. Қалай алдыңыз солай апарып салу керек бір жерге жинап. Құрметті достар, жаңа алып келген 2 жұмыртқамды міне осында қойдым. Жинаған кезде жұмыртқаны достар, мына үшкір жақ бетін төмен қаратамыз. Неге десем, мына жақ бетінде ауа қабаты болады. Ауа қабаты. Сол ауа қабатын былайынан қойсаңыздар зақым келеді. Сондықтан одан балапан шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан үшкір жағын төмен қаратамыз да, мына жағын жоғары қаратамыз. Міне индюктікін тоже міне үшбұрыш жағын былай қоямыз да, жоғары жағын жоғарыға қаратамыз. Себебі мына жоғары жағында ауа қабаты болады. Ол жерге зақым тимеу керек. Егер төңкеріп қойған болсаңыздар, ол жерден балапан шықпауы мүмкін. Міне мұнда 6, 12, 14 жұмыртқа. Бұл үйректікі, мынау индюктікі 8-і. Бұл жерде индюк біреу ғана туып жүр, 3-еуі күрік болып жатыр. Көрдіңіздер жаңа видеодан. Пока что осы достар, видео ұнаса каналға жазылып, лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий жазыңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар, жауап беретін боламыз. Осымен видеомыз соңына тәмам болды. Сау болыңыздар достар.